Балалар, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз жұрнақ пен жалғау. Жұрнақ пен жалғауды қалай ажыратуға болады? Сол туралы түсінік аламыз. Біз алдыңғы сабақтарда түбір және қосымша дегенді өттік. Түбір дегеніміз сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі, түбір сөз. Қосымша дегеніміз осы түбір сөзге жалғанатын белгілерді қосымша дейміз. Енді біз осы қосымша туралы және жұрнақ жалғау туралы өтеміз. Қосымша бізге екіге бөлінеді бізде. Жұрнақ және жалғау болып. Жұрнақты біз 3 бұрышпен белгілейміз, ал жалғауды 4 бұрышпен белгілейміз. Неге біз бұны жұрнақ дейміз, бұны неге жалғау дейміз? Есімізде болсын, түбір сөзге жұрнақ бірінші жалғанады, содан кейін барып жалғау жалғанады. Немесе түбір сөзге жалғау жалғанады, бұдан кейін ешқашанда жұрнақ жалғанбайды. Жалғанса, жалғау жұрнақтан кейін жалғанады, ал жұрнақ жалғаудан бұрын жалғанады. Естеріңізде болсын. Кейін мына жерде жұрнақты жалғауға болмайды, жалғанбайды ол. Енді мысалы біз балық деген сөзді алайық. Енді осыған жұрнақ жалғау жалғап көрейік. Балық деген сөзге ш деген қосымшаны жалғаймыз және лар деген қосымшаны жалғаймыз. Сонда балықшылар деген сөз шықты. Қарайық, енді біз бірінші балық деген сөзді қарайық. Балықшы деген сөзді қарайық. Балықшы. Енді балық деген бұл түбір сөз. Ш дегеніміз қосымшаның қай түрі екен? Қараймыз. Балыққа сұрақ қояқшы мына жерде. Не? Бұл кәдімгі суда жүретін балық. Бұған не деп сұрақ қоямыз? Енді шыны қосқан кезде бұл балықшы болып өзгерді. Балықшы. Бұл балықшыға сұрақ қояқшы енді. Кім? Көрдік пе? Міне балықтан балықшыға, кәдімгі балық аулайтын адамға өзгеріп кетті сөзіміз. Сөздің мағынасы өзгерді. Сондықтан егер жалғанған қосымшамыз сөздің мағынасын өзгертетін болса, онда бұл жұрнақ болады. Балықтан балықшыға айналып кетіп тұр. Сондықтан біз бұны жұрнақ қылып белгілейміз. Егер сөздің мағынасын өзгертпейтін болса, онда ол жалғау болады. Енді балықшы. Ары қарай. Енді осыған ларды жалғайық. Лар қосымшасын жалғайық. Бұл лар. Енді бұл жерде балықшы, лар, балықшылар. Балықшының мағынасын лар өзгертіп тұрған жоқ. Бұл сол күйінде жалғау болып қала береді. Бұл лар деген жалғау. Енді қарайық енді. Балық деген сөз алайық. Мана шыны жалғаған кезде сөздің мағынасы өзгерді. Балықтан балықшыға өзгеріп кетті. Онда өзгертсе бұл жұрнақ болады. Енді тағы да балық қаны жалғайық. Қа деген қосымшаны жалғап көрейік. Қа деген қосымшаны жалғаған кезде балыққа сөздің мағынасы өзгерді ме? Өзгерген жоқ. Балыққа бара жатырмын. Мен балыққа бара жатырмын деп айтамыз ғой, балыққа. Міне сөздің мағынасы өзгерген жоқ. Мағынасы өзгермесе, онда бұл не болады? Жалғау болады. Мысалы, мынадай сөзді алып қарайық. Түйе деген сөзді алып қарайық. Түйе. Сұрақ қояқшы, не? Бұл жануар, түйе деген біз. Енді осыған шіні жалғайық. Сонда кім болды? Түйеші болды. Түйеші дегеніміз бұл түйе бағатын адам. Сонда ші деген қосымша, бұл қосымшаны қай түріне жатады екен? Ші деген бұл жұрнаққа жатады екен, түйеші. Егер түйе деген сөзге қосайық менді. Сонда шығады түйемен. Түйемен. Бұл жерде түбірі түйе. Мен деген бұл жерде сөздің мағынасы өзгерген жоқ. Түйемен. Мен түйемен саяхатқа шықтым дегенде, түйемен. Сол түйе әлі жануар болып тұр бұл жерде. Мен
бұл жерде жалғау болып қала береді. Мінекей, есімізде болсын, түбір сөзден кейін жұрнақ жалғанады, содан кейін барып жалғау жалғанады. Міне, түбір сөзден кейін жалғау жалған, одан кейін жұрнақ жалғануға болмайды. Міне, осылай жалғанады. Немесе түбір сөз, немесе жалғау болады, бұл дұрыс. Түбір сөз немесе жұрнақ болады. Түбір сөз жұрнақ немесе жалғау болады. Мінекей, осылай жалғанады.